Менің де бір нәрселерді бүйтіп айтып тастағым келіп тұрады да. Бірақ деп тілімді тістеп қалам көп нәрселерде қойшы деп сабырлығымды қосып жіберем да. Просто кейбір адамдар ренжиді екен да маған не үшін кім ренжиді деймін да. Мен 1000 рет жаса жақсылықты, даже 1 рет жаманшылық көрме, бірақ соның өзінде жамандайтын адамдар бар екен да өмірде. Сіздер қазір түсінбейсіздер мен кім туралы айтып жатқанымды, және білмейсіздер да кім туралы айтып жатқанымды, оны никогда вы не догадаетесь, о ком я говорю. Просто өзімнің ішімдегі бір дүние бар да, соны айтып тастағым келіп кетеді да иногда. Қатты ашуландым ана күні. Қойшы деп өз-өзімді зорға бастым, шынымды айтайын. Нағып түсіріп отырсың онда айтпасаң дейтіндерге айтайын. Бұл стористі айыбы бар адам өзі түсінеді. Кім туралы айтып жатқанымды өзі біледі, іштей сезеді. Сезіп те отырған шығар. Сезсін, әдеге айтып жатырмын. Ішіме сыймай кеткеннен кейін айтып жатырмын да. Вообще прямо андай сідігім бетіме шығып отыр да. Иногда соны ойлап ана миымның талшықтары бар ғой. Содан кейін айтып тастайын дедім да, ана күні жазып жіберейін дедім да. Сонымен ақмақ болғым келмейді дедім. Ақмақ адамға 100 рет түсіндірсең де, ол түсінбейді никогда. Ол оны мойындамайды. Бірақ ішінен біледі да, бірақ мойындамайды да. Ондай бар. Скажите, пожалуйста, как вам мои тренировки? Это пиздец. Ассаламу алейкум, бисмилля деп Реал мен Қайраттың матчына қарай шықтық. Реал ұтып кетті, иә? Это шүкірамайдым үшін. Енді бар көру проблема болып отырды, мыңдаған адамдар жүр. Сондықтан сәл ертелеп келдіп жатқан жайымыз бар. Қазір соның өзіне жолдан жол тастаған дейді. Көреміз енді бұйырғаны. Болса болды, болмаса қайтамыз да. Қалайсыздар, в общем, футбол көрмейтін жандардың бәрі Қазақстанда көріп кеткен сияқты. Оказывается, біз футбол көру үшін шетелден келу керек екен ғой. Сол кезде ғана футбол көретініміз. Мен өзіме қатты таңғалдым. Білесіздер ме, мен негізі футболға мүлдем жанкүйер, ешқандай нәрсеге мен жанкүйер болмайтын. Бірақ кешелі бері мен кәдімгідей біздің Қайратқа жанкүйер болып, ішім деген алай-дүлей болып ұтса екен мыналар. Мә, кәдімгідей өз көзіммен көргім келді. Билеттің бағалары, айфон бағасы бірдей болып тұрғандықтан жарайды қоя салайын дедім. Тып-тыныш барып бір жерге барып отырып көре салған дұрыс па деп ойлап қалдым. Бірақ енді әрине бұл енді стадионға барып көрсең, ол уже басқа чувство. Ол жердегі енді атмосфера вообще мықты болады деген сөз. Мен кәдімгідей қарасаңыздар, даже футболкасын алғам ғой. Кәдімгідей мен осы жолы футбол көруге ынтам ашылды. Кәдімгідей мен рахаттанып тұрып, бүгін кәдімгідей асыға күтіп отырмын. Аңғарыңыздар, енді конечно Қайратқа жанкүйер боламын әрине. Еще білесіздер ме, кешеден бері мен TikTok қарап жатыр, енді бүкіл жақ енді футбол болып жатыр. Енді соның Реалдың келгенін бәрін көріп жатырмыз. Енді ана жақта кәдімгідей мужик сияқты жігіттер. Енді жастарды примерно оны даже зерттеп шықтым. Мен негізі футболдың командасының жігіттері вообще зерттемейтін. Осы жолы анау қай жылға екен, мынау қай жылға екен деп прям бәрін зерттеп шықтым. 98 и кім Джуд па, сол 2003 екен. Анау кім 98 екен. Ал біздің Қайрат командасының жігіттері жандары машинадан түсіп келе жатқандағы түрлері бөпе ғой, біздікілер бөпе. Біздің Қазақстанда жалпы көбісі негізі жас көрінеді екен, мен соған көзім жетті. Вратариста бөпе, ал кім Дастанда тоже, ол Дастан вообще білесіздер ма? Жап-жас 2007, кажется, 2008 ба ери. Мен шатастырмын, кажется 2008 болу керек Дастан. Ал Рамазан деген жігіт, ол да 2006 жылғы. Біздікілер енді бөпе болып тұр енді, шынымен де. Ұтып кетсе екен деген ниеттеміз ғой. Мен бұлай жанкүйер болмаған едім өмірімде. В общем, сонымен біздің жігіттерге ризамын. Өзім танитын сол 3-4 футболист бар, енді өзім зерттеген, былай қараған. Енді бүгін Қайратқа енді барынша құдайдан тілеп болеть ететін боламыз. Сол, в общем, бүгін кәдімгідей эмоциям. Бұлай мен уайымдаймын деп ойламаппын, оказывается. Кәдімгідей мынау енді уайымдайтындай жағдай болып тұр ғой. Сол үшін бүгін сіздер де көрдіңіздер, қызық болатын сияқты. Өзім
Реал Мадридтің фанатымын бұрыннан, негізі мен өзім жақсы көрем. Бірақ енді біздің Қазақстанның атынан біздің Қазақстанды танытып жатқан осы Қайрат үшін мен болеть етемін до конца. Чемпион болса да болмаса да, ол гол соқса да соқпаса да мен үшін Қайрат чемпион. Және де тек қана сәттілік тілеймін. Өйткені біздің Қазақстанның даңқын көтеретін осы Қайрат болып тұр. Қазақстанды дүние жүзіне танытатын да Қайрат болып тұр. Өте қатты тілеймін, Құдайдан да Алладан да тілеймін осы жеңісті біздің Қазақстанға берсе екен деп. Негізінде барлық қазір ой Реал Мадрид деп барлығы о жандай Қайраттан ауысып кетіп жатыр ғой. Например, видеоны көріп жатырмын, Қайратты ешкім күтіп алуға келмеген, ал вот Реал Мадридте барлығы келді. Соған қатты жыным шығып тұрды. Ал вот осы Реал Мадрид Қазақстанға Қайрат үшін келіп жатыр да, сондықтан да Қайратты негізі көтеру керек. Жыным шығып жатыр, просто айтып тастағым келіп. И осы футболға өте қатты барғым келді, бірақ бір себептермен бара алмаймын. Оның хамо кетті, енді бұйыртса үйде көріп, үйде болеть етіп, Қайрат үшін тақымды қысып ұстап отыратын боламын. Қайрат алға, Қайрат чемпионсың. Вообще 17 миллион қалған енді. 17 миллион қалды, соның 3,5 миллион анадан төлеген енді. 1,5 миллион. Шығам деп әйтеуір қазір шығып бара жатырмын қалаға. Саумалды алуым керек, еще деген машинаны жуғызуым керек. Әйтпесем деген ужас болып жатыр. Хотя бүгін жаңбыр жауады, погода сондай болып тұр. Бірақ еще невозможно болып жатыр ғой. Сонымен машинаны жуғызып алуым керек болып тұр. И тағда бір адаммен кездесуім керек. Неге сұлу болып тұр ме?